алда жарқырап көрінетін жұлдыздардың өмірі бір қарағанда ертегідей болып көрінуі мүмкін. Алайда олардың танымалдылығы артқан сайын өмірлерде қауіпке толы болатыны анық. Қызғаныш, көреалмаушылық, бәсекелестік. Міне осы бір дүниелер танымалдылығы күн сайын артқан жұлдыздардың дұшпандарын көбейтеді. Қасақана жасалған қастандықтар әсіресе әлемді мойындатқан жұлдыздардың өмірінде жиі болады. Поп әнші Бейонсқа осыдан 2 жыл бұрын Бразилияда өткен жеке концертінде қастандық жасалды. Шығармашылық кешінде белгісіз біреу сахнаның ортасында ән айтып тұрған жұлдыздың қолынан тартып алып қашпақ болған. Осыдан 10 жыл бұрын әнші Авраам Руссоның темір тұлпарына белгісіз біреулер оқ жаудырған. Сол кезде кеудесіне жарақат алған Руссо ұзақ уақыт өмір мен өлім арасында жатты. Кейін мәлім болғандай, әншінің продюсері бұл қадамға барғаны белгілі болды. Ал талантының арқасында танымалдылыққа ерте қол жеткізген әнші Джастин Бибердің жаулары жанкүйерлерінен де аз емес. Вермонт қаласында өткен кештерінің бірінде әншіні 45 жастағы ер адам галстукпен қылқындырып өлтірмекші болған. Өзінің сүйікті әншісіне бұлай қастандық жасауының себебін ол жазған хатына жұлдыз мән беріп қарамауынан екен. Ал отандық әншілердің өмірі қаншалықты қауіпті? Өнерде де енді адам пендешілік танытып көреалмаушылық деген енді болып жатады. Әншілердің ортасындағы нәрседе тек қана бізде қазіргі жасай алатын бір-бірлеріне қастандық болмаса жасай алатын нәрсе тек қана сөз ғана. Осыдан 1 ай бұрын Витебск қаласында өткен Славян базар байқауында бас жүлде алған Димаш Құдайбергеновтың өнерін көре алмайтындар да сол байқаудан табылған. Еліміздің намысын қорғаған Димашқа сайыстың 3-ші күнде қастандық жасалғаны жайлы баспасөз беттері жарыса жазды. Әнші ол туралы газеттердің біріне берген сұхбатында айтқан. 3-ші күні концертке 1 сағат қалғанда мынадай бір оқиға болды. Ішіп жүрген суымды гримеркаға тастап 5 минутқа сыртқа шығып кетсем, суыма ұйықтататын дәрі қосып қойыпты. Мұны кім жасағанын әлі де білмейміз. Суды ішкеннен кейін басым айнала бастады. Өз-өзіме келе алмадым. Ұстазым Майра Дәулетбақ басыма, қолыма массаж жасап, өзіме келуге көмектесті. Алайда әнші байқауда болған оқыс оқиғаны еске алғысы келмейді екен. Бұл байқаудың сахнаның сыртындағы болған жайттарды көп қозғағым келмейді. Онсыз да қазіргі таңда сахна сыртында болған жағдайлардың көбісі айтпайтын нәрсенің бәрі шығып кетіп жатыр. Байқаудың соңғы күнінде Димаштың француз әнін микрофонға сүйеніп тұрып айтып шыққанын көпшілік те байқаған. Шаршаңқы шырайын жасыру мүмкін болмаған екен. Армян халқына келген тамаша орындаушы қыз өнер көрсететін болады. Содан соң мен шығатын едім. Сол қыз өнер көрсетіп жатқан кезде мен дейтін Фатиха мен Ықылас сүресін кәлимамды қайтарып сахна сыртында барынша ешқашанда өмірінде өтіп Аллаға табылмағандай бүкіл амалдарын жасап сөйтіп шықтым. Бірақ та дегенмен енді жолым болып кетті. Әнші Индира Расылханның да өзін қызғанып, көре алмайтындардың жоқ еместігін айтады. Үнемі барған жерінде біресе жарығын, біресе микрофонын қасақана өшіріп тастайтын көрінеді. Тойға барғанның өзінде де байқап жатамыз ғой. Бізге микрофонды шығар дейтіміз, шығармайды олар микрофонды. Отырып алады да, өшіріп тастамайды. Аз ғана қойып қояды, болды. Аз ғана бір осымен айтып шық дейді. Қасында кәдімгі біреу тұру керек, оны сен деген мынаны қосынан. Индираның айтуынша шетелдік жұлдыздардың арасында болатын бәсекелестік отандық жұлдыздарға да келетініне сенімді. Бір-бірімен бәсекелесетіндей нәрсе келген жоқ. Ол нәрсе бізге әлі келеді, енді келеді. Бір жаңағы үлкен өзіміздің жаңағы бұрынғы өнер буындағы азамат, әлде болмаса азаматшалар өнерде отыратын болса, бәрін басқаратын болса, сен шығасың, сен шықпайсың, сен бүйтесің деген кезде ғана ол нәрсе басталады. Смотри,
Ужас! Өрт әнші Серікбол Сайлаубектің концертінде болған. Бүгінде ой жеңге әнімен сұранысы артқан әнші елді мекенді аралап көп концерт беретін дәрежеге жеткен. Сондай концерттерінің бірі Алматы облысы Есік қаласында болып өтті. Әрбір кешінен кейін отшашу атуды әдетке айналдырған әншінің соңғы уақытта тыңдармандармен бірге дұшпандары да артқан. Отшашуды біреулер қасақана дұрыс қоймағанның салдарынан жақын маңда орналасқан бір үйдің шөп жиналған қорасы өртеніп кетіпті. Жаңағы енді ан жақта киіп-кеш болып кетті, жаңағы бірдеме болып кетті халықтың арасында, өрт өргеннен бәрі өше бастады. Сол кезде соң біз барып өше бастадық, костюмдарымызды алып, кімде не бар сонымен өше бастадық. Енді ертең Серікбол келді, мына жерде өртеп кетті деген әңгіме болмасын деп. Бізде солай ғой. Бірдемен жасасаң мынандай қылып айтады. Шоу-бизнес жұлдыздарына тек қызғаныштан ғана емес, сүйіспеншіліктен де қастандық әрекеттер жасалатыны көп кездеседі. Ендеше әнші қауымға сәттілік, серік болсын деп тілейік.